бауырым өзінше болып жүр ғой. Не дейсің? Былай айтып отыр ғой, өлең айтшы дейді ғой. Қазір, өлең айтшы дейсің ба? Мынаны көріп тұрсың ба? Өлең айтшы деймін ба? Мен әнімді бастаймын, любойын сындырып тастаймын. Егер де біреу маған тиіссе, ана турбаға барып тоқылдаймын. Бүкіл айырамын, суши пиццаны аламын, Каспиге 10 теңге саламын, суши пиццаны жеп аламын, тоямын. Сіздермен бірге мен Баха-ата, қолдарды жайыңдар, берем бата. Егер де батам қабыл болса, онда мен музыкамды аяқтаймын. Папа, мынау нені, папа? Бала, ол ма? Ол анау не ғой? Отырасың ғой качеляға. Давайте 10 минуттан қорқынышты кино көреміз. 10 минут өтіп кетсің. Батя, қорқып жатырмын. Че там? Болды ма? Шыдамай қалды ма? Шыдамай қалды ма? Неме саған? Жоқ, просто көзім ашылып шашырап кетті да. Қуасың ба? Өтірігіңді айта берме да. Өтірігіңді айтсаң да. Өтірігіңді айтсаң да. Қайзың бар ма? Жоқ. Қуасың ба? Сенде бар ғой. Бір қызбен жүрдің ғана жол. Қай қыз? Короче, әңгіме былай. Жерлай, аспандағы сарымай. Папа, черт, 2004. Аспан ашық, көтені сасық. Еказ таяқ жейсің. Еказ бір тебеме. Аяқым көтіңізде қыстырып қалды. Көрдің бе мен қандай мықтымын? Алла Гикоджи. Сондықтан тыныш отыру керек еді. Анаң натуре қыз бар екен ғой. Болды, нормально еді.